қадірменді әдебиет сүйер қауым, оқырмандар және оқушылар. Наурызым аудандық кітапханасы кітап оқып рухани бай бол тақырыбында өткізіліп отырған оқы және жем кездесуімізге қош келдіңіз. Бұл жоба бірінші рет ұсынғалы отыр, енді бұл ары қарай жалғасын таба береді. Көпшіліктің көркем әдебиет оқуға деген ынтасын, кітапқа құштарлығын арттыратын оқы және жем Қостанай облыстық бірінші, екінші кітап оқу онлайн байқауының қатысқан аудандық қатысушыларымыз ортамызда. Бүгінгі өтетін шара Қостанай облыстық екінші кітап оқу бойынша онлайн байқауының кітап оқып рухани бай бол. Біздің бүгінгі тақырыбымыз. Облыс әкімдігі қолдау білдіріп, Толстой атындағы облыстық кітапхана ұйымдастырған жарыс 4 кезең бойынша өрілді. Үлкен кішіні бөле жармай кітап оқитын, зерделі қауымды толық қамтыған мұндай ауқымды байқаудың өңірде тұңғыш рет өткенін айта кеткен жөн. Өзіңнің сүйіп оқыған кітабыңды басқа да оқырмандармен бөлісіп, оларға да түрлі жанрдағы кітаптарды оқуға мүмкіндік беру. Біздің бүгінгі мақсатымыз оқырмандарды кітапқа деген сүйіспеншілігін арттыру, ақыл-ойын, тілін дамыту, және кітап сарқылмас рухани қазына егеле білімнің кітап арқылы берілетін ұғындыру, кітапқа деген қызығушылығын арттыру. Бүгінгі біздің кездесуіміздің қонақтары Айман Ерікқызы, Наурызым ауданының Мансап орталығы филиалының басшысы. Искакова Фарида Мақсұтханқызы, Наурызым ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметкері. Анна Серікқызы Дәкучаев жалпы білім беретін мектебінің орыс тілі пәнінің мұғалімі. Кәтайқызы Нұргүл, Наурызым аудандық мәдениет үйінің аккомпаниаторы. Және екі кішкентай неке ортамызда отырған Оразхан Ақерке, 6-шы сынып оқушысы, Жамбыл жалпы білім беретін мектебінің оқушысы. Байқау онлайн түрде өтті. Оқылатын кітаптар қазылар алқасында құрам барлығы анықталды. Кітаптардың тізімі сайтта жарияланды. Оқырмандар сол сайтқа тіркелген ұсынылған кітаптар берген уақыт ішінде оқып шықты. Одан кейін онлайн тест тапсырды. Ал осы 3 кезеңнен өтіп, іріктеліп шыққандар финалдық кезеңде эссе жазды. Қорытынды кезең офлайн режимде өтті. Осылайша кітап оқитын ортаны қалыптастырып, көпшіліктің көркем әдебиетке деген қызығушылығын арттыра түспек ниет болды. Енді осы жерде біз ортаға біздің аудандық кітапхананың әдіскері Латифа Асылбекқызын шақырғым келіп отыр. Сәлеметсіздер ме, кітап сүйер қауым? Міне бүгін біздің ауданымызда енді осы жоба әрдайым жұмсатқан болады. Аудан бойынша кітап оқып рухани бай жоба. Ол біздің бүкіл осы Наурызым орталықтандырған кітапхана жүйесінің аумағында жұмыс жасайтын болады. Енді өздеріңізге манадан бері түсіндіріп айтып жатқандай, оқуды қолдау және ілгерілетуге арналған жоба. Бұл облыс бойынша онлайн жоба. Біздің осы ауданымызда бірінші ауқымында біздің ауданымыздың жеңіс қоржынына біз біздің 10-14 жастағы екі қатысушымыз біздің аудан бойынша Дәмді ауылынан Зинолла Мадина бірінші орынға ие болды. 28 мамыр күні облыста өткен офлайн құттықтауда. Екінші жеңімпазымыз екі тілде бірде қатар оқып шыққан Шилі ауылының оқушысы Бермағамбетова Мәдина. Сол балалар сияқты неке қатысып, әрдайым сондай бір жеңіске ие болыңыздар. Неке бүгінгі қатысушыларға да рахмет сіздерге. Осы кітапты сүйіп, кітапты өздеріңізбен бірге әрдайым алып жүргендеріңізге. Енді бұл жерде айта кетейік, оқы және жеңіл бірінші кезең байқауының кітаптарын естеріңізде болса, мысалға бірінші кезеңде оқылған 10 жастан 14 жасқа дейінгі балаларға Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» деген повесі болды. Сосын Зира Наурызбаеваның «Лила Клаус» деген «В поисках золотой чащи» деген екі тілде, қазақша, орысша тілде болған. Одан кейін 15 пен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер
оқырманға Баққожа Мұқайдың Өмірзая деген кітабы ұсынылды. Ал орыс сыныбына Әнуар Әлімжановтың Возвращение учителя деген. Енді одан кейін 19-дан және жоғары деген кесілеп отыр отамызда жаңағы оқыған кітапты. Сол 19-дан жоғары жастағы ересек оқырмандарға Смағұл Елубайдың әйгілі Ақбоз үй деген трагедиясы түсті. Және Сәбит Мұқановтың жаңағы Замир Кушневичер деген ұсынылды. Енді екінші кезеңде жаңағы 10 жастан 14 жасқа дейінгі оқылған кітаптар бұл Оразхан Ахметтің Тұлпардың соңғы тұяғы деген. Оқысаңыздар егерде. Орысшасы енді мынау Владислав Крапивный летчик для особых учений деген кітап бұл. 15 пен 18 жас аралығындағы Қайролла Баянбайұлының Селкеусіз сезімдер деген кітабы. Және де орысша Михаил Булгаковтың Мастер и Маргарита деген кітабы. 19 жастан жоғары Жайди Жайкенұлының Қаралы көш. Сосын Чингис Айтматовтың Ваха деген кітап болды. Енді үшінші кезеңді айтып өтейік деген сөйлі. Үшінші кезеңде жаңа Асылбек қыз айтып жатыр ғой, кітапты оқыңыздар, қатысыңыздар. Бұл жай ғана қатыспайсыздар, өздеріңізді бір жағы сынайсыздар, және де ұтысқа ие боласыздар деп жатырмыз. Сондықтан да мына үшінші кезеңде оқылатын кітаптар біздегі бұл 10-нан 14 жасқа дейін Даниэл Дефоның Робинзон Крузо деген кітабы. Және де 15 пен 18 жастан Эрнест Хемингуэйдің Шал мен теңіз деген кітап. 19 жастан жоғарғы Чарльз Диккенстің Үміт құшағында деген кітабы. Осыларды егер де біздің аудандық кітапхананың қорында бұл кітаптар болмаған жағдайда онлайн түрде сіздер оқи аласыздар да осы неге қатыса аласыздар. Онлайн біздің оқы және же деген біздің конкурсқа. Барлықтарыңызға қоятын сұрақ болып тұр неге. Осы оқы және жем онлайн конкурсына қатысудағы басты мақсаттарыңыз? Басты мақсаттарыңыз неге? Айтсаңыздар. Өзіміздің жаңағы кітапты оқып, тіл байлығымызды кеңейту, жаңағы қызық кітапты оқу, сол. Жаңа авторлармен танысу, мен өз жас ерекшелігіме қарап, жадымды, есте сақтау қабілетімді сақтап қалу, өйткені жер аттары, адам кейіпкерлердің есімдерін жаттап қалу керек, жер аттарын жаттап қалу керек. Сонымен қатар бала күнінде оқыған кітаптарды еске түсіріп, қайтадан бір рахатқа бөлену. Оның сыртында егер уақыт молырақ болса, күрделірек терең оқып, жеңіске де жету тұғын мақсатымыз, бірақ уақыт өте тығыз бізге. Біз жұмыс істеп жүрген. Ары қарай жалғасын таба беріп, 2028-ге қатысуларыңызға болады. Жанна Селикова, сіз не дейсіз? Айтайыңыз. Ойымызды тереңдету ғой әйтеуір. Оқып енді бұл құланның ажалы дегенді біз әкемізден естігенбіз ауыз әдебиетінен. Енді бірақ қазір дамыды ғой, кітап бар. Сол ойымызды тереңдетіп, ары қарай сол оқып кішкене жақсы ғой кітап оқыған. Енді кітап деген адам рухани байлық дейді ғой. Менің өзімнің жұмысым кітаппен байланысты. Күнде кітаппен жұмыс істеймін. Все те произведения, которые я в конкурсе читала, это произведения, которые я преподаю детям. Цель участия в конкурсе, наверное, вот, мои коллеги сказали, в нашем возрасте уже, наверное, да, скорее всего, вот, развитие памяти, да, вернуться к старым строчкам прочитанных уже книг, но уже, наверное, посмотреть мое мнение, да, со стороны своего возраста, да, уже, если я читала эту книгу 18 лет, сейчас уже в своем возрасте я на эту книгу смотрю по-другому. То есть меняются какие-то критерии твоей жизненной позиции, поэтому с книгой нельзя расставаться ни в каком возрасте. Жамбыл жалпы білім беретін мектептен келіп отқан 6-шы сынып оқушысы. Осы біздің бірінші турда қатыстым ғой, бірінші кезеңде. Сонда қатысқан кезінде қанша балл алдың, оқуға, кітапқа деген қызығушылығың қандай? Мен бірінші турға қатысқанда 50-ден 30 балл жинадым. Екінші турда 100-ден 78, ал үшінші турда 50 балл. Енді тағы да сұрақ, байқау барысында ерекше әсер қалдырған қандай кітап болды?
айтып жіберсеңіздер. Құланның ажалы. Құланның Өйткені балалар Тыңдаңыздар, біреуін біліп, біреуін білмей шығарсыңдар. Құланның ажалы кейіпкері, прототипі біздің көршілес аудан Торғай өңірінің кейкі батыры. Осы бергі уақытта ол кісінің басын денесімен қосып әкеп жерлеп мазар салды. Арқалыққа бара жатқан жолдан соғып зиярат етуге болады. Сол кісі ол өмірде болған кісі, қолмерген дейді. Қолмен көздемей-ақ кез келген нысананы атып түсіретін сондай мерген батыр. Бірақ өмірі өте сондай бір аянышты, трагедияға толы, өз елінде, өз жерінде, өзінің ортасынан түсінік таба алмай, көзқарасы бірдей жандарды таба алмай, қиналған, өзі де кішкене адасып, сондай бір дүрбелең заманда өмір сүрген кісі, бірақ өте аңғал, досқа адал, сондай батыр кісі болған. Оқысаңыздар, сәл сіздерге қазір күрделірек ол кітап, бірақ оқысаңыздар өкінбейсіздер, өте жақсы кітап. Ол Кейкі батырды, ол кісі Кейкі батырды бәрін де тарихтан танитын шығарсыздар. Үйді оқығанда да мен мысалы өзімнің ата-бабаларым өте бай кісі болған, репрессияны да көрген, мысалы қудалауды, конфискация, өмірдің барлық күрделі кезеңдерінен өткен. Сондықтан мен ол кітапты оқып отырғанда өзімнің ата-бабамның тарихы көз алдымнан жүріп өтіп жатты. Өте аянышты, күрделі кітап, бірақ өте қызықты кітап. Балалар уақыттарыңды бөліп оқыңдар. Сендерге бұл кітапты сәл күрделірек, бірақ оқысаңыздар өкінбейсіздер. Жақсы кітап өте. Мамасынан кішкентайынан айырылғасын, Томиристі өзі баққан, кішкентайынан бастап атқа шауып үйреткен, садақ атқызып үйреткен, жаңағы бүкіл өзінің елін сүйіп, жерін сүйіп солай бауырған, және Томирис өте сондай сұлу, батыл қыз болып өскен. Сол жаңағы Томиристің Кир патшасымен төбелескені туралы, жаңағы шайқас туралы айтылып жатыр. Жаңағы Ширақ деген кейіпкер, Ширақ деген енді Томирисқа былай қарасаң ешқандай қатысы жоқ. Ол Ширақ кішкентай кезінен Томиристің қасында өскен. Ширақтың атасы болған. Ол атасы жыршы болған, барлық тойларға барып жүреді. Жаңағы сол кезде Томирис жаңағы Шираққа өзінің медальонын береді. Сол Ширақ сол кезден бастап, кішкентайынан бастап өте Томириске ғашық болады, өте жақсы көреді. Сол Томирис өзінің патшайымын қатты құрметтеп солай өседі. Сосын мынау уже Томирис Дарий бірінші Дарий басып алуға келгенде сақтарды. Сол кезде Ширақ айламен жаңағы барат Дарийға өзінің бетін тастайды. Жаңағы сондай Томириске деген махаббат сондай мықты болған, өзінің пышақтап барлық бетін түрін жаман қылдырып барат Дарийға. Сосын Дарийға айтады, мені осылай сатып жер Томирис, мен оны жек көремін, одан кегімді алғым келеді деп Дарийді жапан далаға, жаңағы біздің шөл далаға алып барады бүкіл әскерді. Сол шөл далаға ол әскерлер ешқашан көрмеген ғой, ондай шөлді. Тамақтары бітіп, суы бітіп, жарты әскері қырылып қалады. Сонда Дарий жаңағы Шыраққа айтады, түсінеді Шырақ оларды алдап, бүкіл мынау далада кездіріп жүрген түсінеді. Сосын айтады, мені енді қайтаршы, мен үйге қайтамын деп. Сонымен жаңағы Дарий жеңіліп, сақ патшайымы жеңіске жетеді. Міне бұл жерде тоже біздің Томиристің сондай әйел болса да өте үлкен жерді, өте үлкен халықты басқарып, жақсы патшайым болғанын суреттеп тұр. Өте қызықты, сіздерге оқуға кеңес беремін, оқыңыздар. Осы оқыған туындыңыздан қанша бала алдыңыз? 85. 85 бала. Шапаққа қойыңыздар. Мен оқыған алдына Құланның ажалынан 50 сұраққа 30 жауап. Жақсы? 50 сұрақтың 30 сұрағы жоқ деген. Жанна Сериковна, өзіңіздің оқығаныңыздан кішкене қысқа да үзінді
сосын ана кішкентай балаға тоже береміз. Мен ажырата алмаймын, ана кітап ұнады, мына кітап ұнады, себебі әрбір менің өзім мына оқыған кітаптарым бәрі әсер берді. Неге десеңіз, бірінші кітап «Табиғи общий метеор», Замир Мұқановтың кітабы, ол біздің әйгілі жаңағы этнограф, тарихшы, географ, өзіміздің керемет жазылғанымыз Шоқан Уәлиханов туралы жазылған. Осы да қазақшада айтып берейін, книга про общий метеор, ребята, наверное, вы должны прочитать всем, потому что это книга о великом нашем соотечественнике Шокане Уәлиханове. Если мы с уроков просто вот истории, географии знаем о нем как об ученом, да, вот о таких его каких-то деловых качествах, Сабит Муканов — это тот писатель, который действительно мастерски, великолепно нам описал Шокана Уәлиханова просто как простого человека, на фоне каких-то таких бытовых, житейских проблем, как сына, как мужа, как мужчину, то есть просто как человека описал. То есть мы вот со страниц Сабита Муканова видим Шокана Уәлиханова, как он жил, вот такой бытовой жизнью. Книга очень интересная, да, и вот я говорила, да, уже вот вашим коллегам, когда мы первый раз встречались, из таких книг мы узнаем о наших замечательных личностях, исторических личностях, которыми мы можем гордиться. Вторая книга Чингис Турикулович Айтматов «Плаха». Это книга, которая должна быть действительно настольная книга в нашем современном обществе, потому что очень много проблем раскрыл Чингис Айтматов, проблемы, которые до сих пор есть у нас в обществе, существуют. Проблема наркомании, проблема отношения человека с природой, экологическая проблема. Вот когда читаешь эту книгу, вы понимаете, да, вот писатель, почему он говорят, что он мастер, да, своего дела, мастер пера. Наделить качествами человека звериным качеством и наоборот зверя наделить человеческим качеством, показать о том, что мы обесцениваем что-то в своей жизни, понимаете? Сильная книга, очень мы уже проходили, да, разбирали, анализировали. И каждый раз, когда мы проходим по программе эту книгу, хоть один да ученик ко мне подходит и говорит: вы знаете, мне эта книга так понравилась, наверное, я еще раз ее перечитаю. Третья книга, которая нам дана для прочтения, 451 градус по Фаренгейту, это зарубежный писатель Рэй Брэдбери, которого мы тоже по программе проходим, «Зеленое яблоко». Но мне понравилось, знаете, почему нам дали эту книгу, я уже начала читать, я аннотацию читала, историю создания. На самом деле денежная купюра, ребята, любая денежная купюра горит, оказывается, когда 451 градус накаливается в воздух в природе, сама банкнота сама по себе начинает, оказывается, гореть в природе. А в этой книге рассказывается о том, что какая-то вот планета и людей заставляет сжигать книги, то есть обесценивать свою жизнь. То есть уже начала читать и, знаете, задала вопрос на самом деле: а что, если вообще книг не будет? Вот представьте, нет библиотек, нет книг, ничего нет. Это просто обесценивание жизни, серая жизнь без ничего. То есть есть понятие манкуртизм, помните, да, вот 10 класс мы проходили, когда человек не помнит ни своей истории, ни культуры, не знает своих традиций, обычаев. То есть это просто существо без ничего, без памяти. То есть, наверное, вот эта книга 451 градус по Фаренгейту на самом деле вот поставить точку, да, вот в этом конкурсе для того, чтобы мы снова и снова возвращались к книге. Задумались о ценности книги. Тескін кезінде қандай қиындықтар туды? Қиындықтар туды ма? Кітапты толық оқысам бар. Саған кім туған жоқ қой да әдәпке? Бәрі әдем болды ғой. Тескін кезінде берілген уақыт өзі 60 минут. Сол 60 минут жеткілікті болды ма? Өте көп. Артығымен даже, да? 12 минут тапсырса, бірақ қиын жерім, мен үшін қиын жері шиыр аттарын күрделі, есте сақтау күрделі, сосын басты кейіпкерлерден басқаларының есімдерін сақтау есте өте
менің жас ерекшелігіме байланысты шығар бұл. тестті Мен қиналғаны сол екеуі. тестті тапсырған кезінде біз өзімізде тапсырып жатқан кезінде өзіміз уақытына ұмытып қаламыз еді. Сондықтан да мынау берілген кітапты жалпы басынан бастап аяғына дейін оқып алған дұрыс. Ана оқығаннан кейін тест тапсырған кезде жеңіл ғой. Уже білесің қай жерде уже жаңағы тест тапсырған кезінде. Тамаша. Бүгінгі мына біздің алаңда кітапханаға келіп жатқан оқу және жүйеге қатысқан қатысушылар сіздерге көп рахмет. Жалпы бірақ жаңа айтып жатырмыз, Асылбек мына да айтып кетіп жатыр, оқу және жүйе ары қарай жалғасын табады, бұл жоба ары қарай жұмыс жасайды. Сондықтан да кітап оқыңыздар, келіңіздер, жоқ кітаптар болса онлайн түрде, бар болса біздің аудандық кітапханада қорында бар кітаптарды оқисыздар дегіміз келеді. Келгендеріңізге көп рахмет. Жаңа айтып жатырмын ғой, кітапты сүйіп оқы, көңіл күйіп оқы. Рахмет. Кітап оқып рухани бай бол. Рухани бай бол дегеніміз жаңағы кітап оқып, жаңағы сыйлықты алайық дегеннен емес, жалпы рухани бай бол. Әрине. Көп рахмет сіздерге. Басты мақсатты